Сәлеметсіңдер ме? Мен Бөртебаева Гүлнұр Төлебайқызы. Темірбек Қожекеев атындағы номер 39 жалпы білім беретін мектеп гимназиясының бастауыш сынып мұғалімімін. Бүгін біз 4-ші сынып қазақ тілі пәнінен одағай тақырыбында сабақ өтеміз. Мақсаты одағай сөздерді сөйлем мен сөйлеуде қолданамыз. Сабағымызды бастамас бұрын мына суреттерге назар аударайық. Суретте нелер бейнеленген? Әрине, төлдердің суреті бейнеленген. Ал енді осы төлдерді қалай шақыратынымызды білеміз бе? Әрине, құлынды қырау деп шақырамыз. Лақты шөре. Ботаны көз. Қозыны пұшайт. Бұзауды моқ. Жарайсыңдар. Ал енді осы сөздерді қазақ тілінде қалай айтылатынын білеміз бе? Олай болса, бұл сөздер қазақ тілінде одағай сөздер деп аталады. Одағай сөздер дегеніміз не? Одағай сөздер дегеніміз сөйлеушінің сөйлемде айтылған ойға қатысты әр алуан көңіл күйін білдіретін сөзді айтамыз. Одағай сөздер тілімізде көңіл күйді білдіретін одағайлар болып бөлінеді екен. Оларға алақай, бәрекелді, әттеген-ай, шіркін-ай. Ал тағы да шақыруды білдіретін одағайлар бар екен. Олар қырау, пұшайт, шөре, көз, кә, моқ. Тілімізде басқа да одағай түрлері кездеседі. Олар пәлі, пай, охо, айхой, мәссаған, түү. Мінекей осындай одағайлар кездеседі. Одағайлар сөйлемдегі басқа сөздермен байланысқа түспейді. Сондай-ақ сөйлем мүшесі бола алмайды. Ал енді мына сөйлемге назар аударайық. Шіркін-ай, елбасымен кездессек. Енді осы сөйлемге талдау жүргізейік. Шіркін-ай, елбасымен не істесек? Кездессек. Яғни кездессек сөзі баян дауыш. Кіммен кездессек? Елбасымен. Елбасымен сөзі бас дауыш. Ал енді шіркін-ай одағайы ешқандай сөйлем мүшесі бола алмайды. Тілімізде тағы да қосарланған одағайлар дефис арқылы жазылатынын есте сақтап қалайық. Мысалы, әукім, әукешім. Бұл жерде одағай сөз қайсысы? Әрине,
әукім, әукім. Одағайлар сөйлем мүшесінен үтір немесе леп белгісімен ажыратылады. Мысалы, алақай, алақай, біз бүлдірген теруге барамыз. Бұл сөйлемде одағай қайсысы? Әрине, алақай, алақай. Одағайлар сөйлемнің басында, ортасында және соңында да кездесе береді. Соған сәйкес тыныс белгілері де өзгеріп отырады. Енді мына сөйлемдерге назар аударайық. Бәрекелді, өнерлі бала екен. Осы сөйлемде қайсысы одағай сөз? Әрине, бәрекелді сөзі одағай сөз. Бәрекелді одағай сөзі сөйлемнің қай шетінде кездесіп тұр? Әрине, басында. Келесі сөйлемге назар аударайық. Қауып алған жоқ па екен, ойпыр-ай? Бұл жерде одағай сөз қайсысы? Ойпыр-ай. Ойпыр-ай одағай сөзі сөйлемнің қай шетінде кездесіп тұр? Әрине, аяғында. Келесі сөйлемге назар аударайық. Бүгін әттең жиналысқа қатыса алмадым. Бұл сөйлемде одағай сөз қайсысы? Әрине, әттең. Әттең одағай сөзі сөйлемнің қай шетінде кездесіп тұр? Әрине, ортасында. Енді тапсырма орындап көрейік. Мына берілген сөздер қай сөз табынан екенін тауып көрейік. Астында сөзі қай сөз табы? Әрине, үстеу. Ойнады сөзі қай сөз табынан? Бәрекелді, әрине, етістік. Мен, бен сөзі қай сөз табынан? Жарайсыңдар. Бұл шылау. Ал енді бала сөзі қай сөз табынан? Әрине, зат есім. Әттең-ай қай сөз табы екен? Жарайсыңдар. Бұл одағай сөз. Ал енді қорытындылайық. Одағай дегеніміз не екен? Одағай дегеніміз сөйлемде басқа сөздермен байланысқа түспейтін, сөйлем мүшесі бола алмайтын, сөйлемнің басында, ортасында, соңында кездесетін сөздер екен. Назар қойып тыңдағандарыңа рахмет, балалар.